Қайырлы күн достар. Көз алдыңызда осындай видеоларды мен көп саламын. Бірақ бүгін әр келіншектің өзінің сиыр сауу әдісі, әдеті, қыр-сыры болады ғой. Сол әдісімен сіздермен бөліскім келді. Көріп тұрсыздар. Ең алдымен сиырдың алдына мен бұзауды жіберемін. Бұзаудың желін сорып болғаннан кейін мен басқа келіншектер секілді бұзауды ауласына қамап тастамаймын. Өзінің дайын тұрған арқанымен бұзаудың мойнынан бір орап, сиырлардың алдына байлап қоямын. Кейін сүтін сауып алғаннан кейін бұзауды жіберемін. Бұзауларыма сүтті азырақ қалдыратындықтан, өйткені қазір жаздың ортасы, бұзаулар болса отығып үйреніп қалды. Сондықтан сүтті азырақ қалдырамын да түнде кешкіле бір шелекке жуып күрпей салып оларды баптаймын. Бұзауларым да соған үйренді, жемді, рахаттанып жейді. Бұзаулар ем болғаннан кейін міндетті түрде бұзауларды қамап, сиырларымды үлкен таза аулаға шығарып жіберемін. Өйткені түнде сиырлар жататындықтан желінін ластап тастайды да таңертең саууға ыңғайсыз болады. Қанша жусаң да иісі кетпейтін болады. Сондықтан мен оларды таза аулаға жіберіп бос қоямын. Кейін таңертеңгісін қайтадан қамап осы жерге байлап сауып аламын. Ал қыздар, менің сиыр сау әдісім ұнаса, сіздер де бөлісе отырыңыздар. Ал сіздер қалай сауасыздар?